Егіздерге азғындық жасаған өгей әке емес, нағашы әжесінің күйеуі. Алматы облысы Бақанас ауылында болған сұмдық жағдайға қатысты жаңа дерек ашылды. Бұл малдың монологы, арнаға жазылы лайкпас, біз бастаймыз. Қаршада егіз қызға жыныстық сипаттағы зорлық көрсетті деп қамауға алынған еркек оларға әке емес 43 жастағы әжесінің көңілдесі екен. Ал қыздардың туған анасы небәрі 20-лар шамасындағы келіншек, өзі есірткіге тәуелді. Туған туыстары түгел ішкілік пен нашақорлыққа салынып кеткен соң бүлдіршіндердің тәрбиесі тұрмақ, қауіпсіздігіне ешкім бас қатырып жатпаған сыңайлы. Қамаудағы күдіктінің анасы біресе ұлым істегенін мойнымен көтерсін десе, біресе кінәлі емес деп шырпыр болып отыр. Өйткені Арслан Қыдырбаев полицейлерге ұсталар күні шешесін шақырып, оқиғаның қалай болғанын айтып үлгерген екен. Не деп айтты апа, қайтып айтты? Зорладым дейді. Самсағын табалдым десе. Қатын өзі әкеп берді деді жаныма. Мәсте деп айтты дейді, мас болып жатай деп тұрғам дейді. Жанында отырды, көзі көріп отырды деді. Тығып деген істеймеймін ой деген ғой. Істеймеймін десе самсағын тығып ал деп. Яғни келіні өз немересін өзі күйеуінің қойнына салып берді деп отыр. Қорлық көрген егіздердің анасы болса есірткіге тәуелді дейді. Ал өзінің ішімдікке жақын екенін жасырмай айтып отыр. Бағып жатқан үйінің ішінен зәр мен алкогольдің иісі мүңкіп тұр. Жүру тіптен мүмкін емес. Бұл баспана қайтыс болған мүгедек баласынан қалыпты. Өгей немересін зорлады деп айыпталған 40 жастағы күдіктінің мас күйін көршілер сан мәрте көрген. Десе де отбасы тұйық болыпты. Ешкіммен араласпайды. Арсланбек Қыдырбаевтың тұрақты жұмысы жоқ. Тек ауылда адам тасып күнелткен екен. Сырт жақты мал бағат дейма, жаңағы қыздың шешелер. Ана бала өзі әйтеуір ескі мәшинесі бар, таксип айтып жүреді әйтеуір. Кейбір мәліметке сәйкес 9 ай тоқтамай зорлады деген өтірік. Тұрғындардың айтуынша күдікті биыл жазда өгей немересінің біреуіне бір рет зәбір көрсеткен. Кейін осы жолы қонаққа келген екіншісіне тиіскен кезде ұсталып отыр. Екі қыз қазір анасымен осы ауылдағы ауруханада емделіп жатыр. Біреуіне ота жасалыпты, ал полицейлер екі күдіктінің ұсталғанын жеткізді. Ол егіздердің нағашы әжесі мен оның көңілдесі. Тергеу жалғасып жатыр. Бізге 3 қазан күні 23 жылы біздің осы Бақанас ауылының ауруханасына кәмелет жасқа толмаған қыз хабарласты деп нетті, дене жарақаттарымен. Ол бойынша біз қылмыс қозғадық, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі бойынша. Бұл қылмыс бойынша күдіктілер ұсталынды. Қазіргі таңда қамауға алынып, тергеу амалдары жүріп жатыр. Күдіктіге қатысты зорлау бабы бойынша іс қозғалған. Кінәсі дәлелденсе 20 жылдан бастап өмір бойына дейін темір торға тоғытылуы мүмкін. Ал бүлдіршіндердің нағашы әжесі қандай жазаға тартылатыны әзірге белгісіз. Бұл малдың монологы, арнаға жазыл, пікір қалдыр, айтарымыз алда.